Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, бүгін біз өте тез дайындалатын тәтті творожный пирог жасаймыз. Ол үшін ұн мен сары майымызды қосып араластырамыз. Үстінен қант, қопсытқыш, қаймақ, жұмыртқа қосып қамыр илейміз. Дайындалған қамырды бұқтырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бөлек ыдысқа творог, қант, жұмыртқа, қаймақ қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды оқтаумен жайып аламыз. Оны листқа бір келкі қылып жайып, үстінен начинканы саламыз. Еріктеріңіз бойынша үстін сәндейміз. Безендіріп болғасын үстіне жұмыртқа жағамыз. Духовканы алдын ала қыздырып қойып 200 градуста жарты сағат пісіреміз. Міне біздің тәтті пирогымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса қолдау көрсетіп лайк басып қойыңыздар.